Компанияның корпоративті басқару жүйесін дамыту мақсатында жуырда орталық аппарат пен ғылыми-техникалық орталығы құрылымында бірқатар өзгерістер енгізілді және жаңа кадрлық тағайындаулар орын алды. Қазтрансойл акционерлік қоғамының бас директоры, басқарма төрағасы Димаш Досановқа тікелей бағынатын HSE блогы құрылды. Оның құрамында басқарушы директоры бар. HSE жөніндегі басқарушы директор лауазымына Қайрат Бейсенбайұлы Сейтмағамбетов тағайындалды. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және төтенше жағдай департаменті HSE блогы құрамында өзінің жұмысын одан әрі жалғастырады. Департамент директоры болып Асқар Темірбекұлы Қабылов тағайындалды. Арман Сәткенұлы Майкенов бас директордың кеңесшісі қызметіне тағайындалды. Арман Сәткенұлы мұнай-газ саласында тәжірибесі мол. Қазтрансойл акционерлік қоғамында 2008 жылдан бері қызмет атқарып келеді. Арман Сәткенұлының негізгі міндеттері ұйымдық бақылауды қамтамасыз етуде, кадрлық саясатпен байланысты болады. Сондай-ақ қоғамның әлеуметтік саясатын үнемі жақсартуға жауапты болады. Өтеу Базарғалиұлы Исмурдин бас диспетчерлік басқарманың директоры болып тағайындалды. Өтеу Базарғалиұлы Қазтрансойл акционерлік қоғамында 1996 жылдан бері түрлі қызметтерді атқарып келеді. Бизнес процесстерді басқару департаменті мен тәуекелдерді басқару және интеграцияланған менеджмент жүйесі департаменттер аясында бизнес процесстерді, тәуекелдерді басқару және интеграцияланған менеджмент департаменті құрылды. Нұрғиса Сәлімжанұлы Сиілов департамент директор болып тағайындалды. Бизнес жоспар департаменті мен экономикалық талдау департаменттері аясында бизнес жоспар және экономикалық талдау департаменті құрылды. Департамент директоры болып Ерхат Дулатұлы Тұрлыхан тағайындалды. Өндірістік активтерді басқару департаменті құрылды. Оның директоры болып Бақытжан Жамалханқызы Демеуова тағайындалды. Техникалық саясат департаменті, инновациялық техникалық даму департаменті болып өзгерді. Департамент директоры болып Серік Жақсыбайұлы Әбдіразақов тағайындалды. Жұртшылықпен байланыс және ішкі коммуникациялар департаментінің директоры болып Гүлнәрі Түсіпбекқызы Бисаринова тағайындалды. Гүлнәрі Түсіпбекқызының журналистика мен пиар саласында 20 жылдан астам тәжірибесі бар. Республикамыздың жетекші телеарналарында қызмет атқарған және ірі басылымдарды басқарған. Бұған дейін Ұлттық баскетбол федерациясы медиа департаментінің басшысы, сондай-ақ Астана баскетбол клубының пиар басшысы болды.